ата-бабадан қалған Құран кітап Мекке Мединаға барып келді. Бұл кітап аталарынан қалған ғұмыр жасы ұзақ Құран кітап, жасы 150 жыл шамасы немесе одан да ұзақ болса керек. Оны атам мен әжем оқыған екен, ал атам 1920 жылдары туылған. Бұл кітапты әдейілеп, арнайы мақсатпен қасиетті Меккеге алып келдім, Қағбаны көрсеттім, ол да умраға барды. Айтылуынша бұл Құран кітап атамның әкесі немесе оның атасынан қалған екен. Бұл кітап Ресей ақ патшасы тұсында Қазан немесе Петербург қаласында басылып шыққан деседі. Демек бұл кітапқа кемінде 150 жыл болса керек, 19 ғасырда басылыпты. Ол басылып шыққанда Кеңес одағы әлі дүниеге келмепті. Ол кезде мүмкін Хаким Абай Құнанбайұлы тірі шығар. Бұл Құран кітап небір алмағайып замандарды бастан кешірген. Ол Ресей ақ патшалығын көрген, Кеңес одағын көрген, небір қуғын сүргін, ашаршылық замандардан аман өткен, Шығыс Түркістанды көрген, Қытайдың Гоминдан және кейінгі коммунистік билігінде көрген, бірақ барлығынан аман өткен, жоғалмаған, шүкір Алла. Коммунистердің Құран кітаптарды өртеу зор науқанында бұл кітап кигізге оралып, қой қорада 10 жыл жасырынып жатқан. Ол осылай белсенділердің кітап өртеу науқанынан аман қалған. Кейін тағы бұғынып үйде 50 жыл жатқан. Соңында 2010 жылдары менің қолыма берілді. Содан бері менде келе жатыр. Содан бұл кітаптың жасы туралы біраз зерттеу жасалды. Нәтижесінде ол Ресей ақ патшасы тұсындағы кітап екен. Кеңес одағы құрылмай тұрып баспадан шыққан. Ал жақында оны Мекке Мединаға ала бардым. Ол Қағбаны көрді. Мекке Мединада беті ашылып оқылды.